Балалар, бүгін біз әдебиеттік оқу сабағынан «Бұлақ көрсең көзін аш» тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сендер мәтіннің тақырыбын және негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді анықтайсыңдар. Ең алдымен Бұқар жыраудың мына сөзіне назар аударайық. Көш бастау қиын емес, қонатын жерде су болса, қол бастау қиын емес, шабатын жерде жау болса, шаршы топта сөз бастау қиын, шешімін таппас дау бар. Балалар, осы шумақтарда берілген бастау деген сөз нені білдіреді? Бастау жер асты суларының жер бетіне шығатын көзі, оны бұлақ деп те атайды. Балалар, бүгін біз Жолдасбай Тұрлыбаевтың Райымбек бастауы мәтінімен танысатын боламыз. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Менімен бірге оқуларыңа да болады. Райымбек сарбаздары алғашқы күн-ақ сусыздықтан тарыға бастады. Бүгін екінші күн. Шыдауға тура келеді, деді Райымбек жігіттеріне. Таң атып жерге жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек бір адым шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астан шығарамыз. Райымбек қатты ойланып отырды да орнынан атып тұрды. Қолына сүңгі алып, атқа да мінбей, көк ойнақты жаяу жетектеп жүріп кетті. Атты жүре шалдырып, сайды өрлеп аяңдап келеді. Жерден көз алмайды. Бір ойпаңдау жерге қарап кідіріп қалды. Сол араға келгенде көк ойнақты жерден көк тістеп тұрып оқырынып жібереді. Сол жерден бас көтермей көкті иіскеп қояды. Райымбектің күтіп келе жатқаны да сол еді. Ат қадалған жердің шөбі басқа шөпте емес, бояуы қаны қою жасыл тым балдыр. Бойында судан тартқан нәрі бары ап-айқын көрінеді. Райымбек дәл аяғының астына бойлата сүңгі сұқты да қайта тартып алды. Жерге құлаш бойы енген сүңгінің ұшына лайлы топырақ жолып шыққанда қуанып кетті. Содан әрі қарай 3 қырлы найзаны сол алғаш сұққан орнына қайталап бірнеше рет шаншыды. Түйгіштей сұққылап қайта тартып алғанда сүңгі соңынан атқылап су шықты. Қуанғаннан «Су! Су!» деп дауыстап жіберді. Райымбек пен көк ойнақтың арқасында шөл дала да, адам да, ат да суға қанды. Алыс сапардан шаршап, шөлдеп келе жатқан жолаушы болса, өзінің де, көлігінің де сусын қандыратын мөлдір суды бастауды сол күннен бастап Райымбек бастауы деп атады. Балалар, мәтінді мұқият тыңдап болсақ, мына тапсырманы орындайық. Дәптерімізге мына берілген сұрақтарға жауап жазамыз. Әңгіме кім туралы? Райымбек кім болған? Райымбек батыр су көзі бар екенін қайдан аңғарды? Әңгіме неліктен Райымбек бастауы деп аталған? Басқаша қалай атауға болады?